Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін өте дәмді котлеттердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге 600 граммдай сиыр етінен фарш қажет, және де 150 мл сүтке 4 тілім нанды езіп аламыз да, одан соң фарштың үстіне саламыз. Енді үлкенде бір пиязды блендердің көмегімен езіп аламыз да, одан соң тұз, бұрыш, немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша басқа да паприка, немесе фаршқа арналған, котлетке арналған приправаларды қоссаңыздар болады, бірақ мен қоспадым, сонда да өте дәмді болды. Қуырған кезде котлеттеріміз біркелкі шашырамай, әдемі нәзік пісу үшін осылай ұрғылаймыз. Енді котлеттеріміздің формасын жасап, ұнға аунатып екі жағын біркелкі қылып барлығын жасап шығамыз осылай. Енді қызып тұрған майға котлеттің екі бетін 8 минуттан қуырып аласыздар. Жартылай піскен котлеттерімізді алып, енді соусын дайындауға көшеміз. Соусты жасау өте оңай. Пиязды қуырып, томат, помидор қосып, 1 стакандай су құйып, тұзын бұрышын салып, одан соң котлеттердің барлығын салып шығамыз да, 1-10 минутқа астын жай қойып, бұқтырып қоямыз.
Енді өте дәмді әрі нәзік пюре дайындаймыз. Картопты қайнатып, сары май, жұмыртқа, сүтті қосып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Жұмыртқа пюренің осылай нәзік болуына себебін тигізеді, сондықтан да қосыңыздар. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосасыздар. Міне котлеттер де дайын болды. Өте дәмді, сочный болды. Осылай соуспен жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайтынына мен сенімдімін. Алдағы уақыттарда тағы да өте керемет рецепттер шығатын болады. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.